Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода менің көп көрермендерім тыңайтқышты қалай береді, ара қашықтығын мен 2 апта деп айтсам, ол кісілер соны түсінбей жатыр екен. Қазір осы видеода кішігірім өзім тыңайтқыш бергелі отырмын гүлдеріме. Осы лимон менен шекерді 1 литрге араластырып, қазір осыларға құйып шығамын. Кеше суғарып қойғанмын барлығын. Некей топырақтарында ылғал бар. Топырақты осылай саусақты тығып тексересіздер. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда негізі басқа да өте пайдалы видеолар бар. Мен өзім лично сол пайдалы видеолардың ақпараттарын кезінде сатып алғам. Кәдімгідей сатып алып өзім оқығам. Себебі жаңағы гүлді жақсы көретіндіктен біреуін айтып, біреуін айтпай күйеуіме барлығын оқығамын. Сөйтіп, енді осы YouTube канал ашып, қазір елдің бәрі YouTube канал ашып жаңағы үйде отырып жұмыс жасап жатыр ғой, сол секілді мен де неге істемеске деп, елдерге тегін осындай ақпаратты бермеске деп канал ашқан болатынмын. Енді тыңайтқышты берген кезде барлық гүлдерге қандай осы мен каналға шығарып жатқан тыңайтқыштардың барлығы анаған бола ма, мынаған болмай ма деген сұрақтар келеді маған. Және жаңағы гүлдейтін гүлдерге арналған деп өзім сол видеода айтам ба, демек сіз оны гүлдейтін гүлдерге берсеңіздер болады. Ал кәдімгі үй жағдайында түрлі тыңайтқыштар жасап берсеңіздер де болады. Неке мынау осы гүлді мен кішкентай ғана отросткалардан алып, видео бар, қалай тамырлаттым, қалай жаңағы осы неге ыдысқа отырғыздым, кейін тамырлағаннан кейін тамырының бәрін ашып көрсеткен болатынмын. Енді қазір міне шүкір жағдайы жақсы. Осылай гүлдеп тұрып тұрап, жан-жаннан жаңа сабақтарда шығарып жатқан жай бар. Неке негізі гүл бір ғана таяқ болып өсірген сәл нелеу болады, әдемі көрінбейді. Сол үшін жан-жаннан осындай ссылка шығарса, ертең гүл пышный болып өсетін болады. Бұл жаңа малатжай, тікенегі бар малатжай. Кеше бір кісі сұраған екен, осындай тікенегі бар гүлім өліп тұр деді ма. Енді көп комментарий келеді маған, кейбіреулерін шатастырып та жіберемін даже. Мынауда базардан сатып алдым, қызығып, негізі нәзік гүл, күтімді қажет ететін гүл даже. Постоянно су құйып қарап отырмасаңыздар, мінекей жапырақтары кішкене сұрлана бастайды шөлдеген кезде. Өлді, маған келген екен, өлген жоқ, просто жапырақтарын бәрін тастап жіберді. Оның бәрін қалай қырқып, қалай қайтадан осындай жапырақтар шығарғанын бәрі видеолар бар менде каналда, ашып көрсеңіздер болады. Ал енді менде каналда дәл осындай осы ненің тыңайтқыштың видеосы да бар. Неке лимонды кішкене ғана сығамыз, чайный ложканы толтырмай. Себебі менің суым 1 литр. Негізі апельсин қоссаңыздар да болады, апельсиннің соғын сықсаңыздар да болады. Апельсиннің соғын кәдімгі ас қасықпенен 1 қасық қосасыздар. Лимонды чайный ложкамен қосасыздар деп сол видеода бәрі анық айтылған. Кеше жақында ғана шығарған болатын мен бұл тыңайтқышты. Неке лимонда негізі кислота көп болады ғой, сол себептен нормадан асырмай пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Ал енді осыған тағы жаңағы несін құрамын жақсарту үшін мен мынандай кәдімгі шекер, үйдегі кәдімгі қарапайым шекер қосамыз. Негізі ас қасықты қатты толтырмай қоссаңыздар болады. Себебі осындай үйіп қоспау керек та, қырғылып. Себебі 1 литр суға ол көп болып кетеді. Енді әркімнің ас қасығы әртүрлі ғой. Менікі сондай палау жейтін қасығы ғой, жалпақ. Содан мынау ненің тәттісі көбейіп кетсе, уже топыраққа кішкене дұрыс болмай қалады. Сол үшін аз-аздан пайдаланған дұрыс, нормамен пайдаланған дұрыс. Егер де сіздікі 1 литрден асатын болса, суыңыз, онда 1 ас қасықты толтырып қоса берсеңіз болады. Шекердің ерігенін күтеміз. Менің суым, мен әрдайым суды банкілерге қойып қоям. Даже су құйып қоятын банкымда осы каналда видеолардың арасында бар. Қалай мынандай жан-жанның бәрі, қалай накип басып кеткен нешем бар. Осы жерде қазір гүлдердің арасында тұр, ана жерде бетін ашып гүлдердің арасына қойып қоям осылай. Кәдімгі колонкадан су аламын, гүлдердің арасына өсіп толтырам да, гүлдердің арасына қойып қоям. Керек гүл өзіне ылғалды осы жерден алады. Ана су 1 апта тұрады, 3 күн тұрады, 4 күн тұрады, жайдыменде бетіп азаяды. Кәдімгідей қазір күннің ыстығына қарай азаяды. Неке енді тыңайтқышты қалай береміз? Тыңайтқышты алдымен гүлді кішкене топырағын ылғалдап аламыз. Себебі бұлардың да құрамында витамин көп болғандықтан түрлі жаңағы айттым ғой, кислоталар болады, түрлі микро-макро элементтер болғандықтан бірден шөлдеп тұрған гүлге құйсаңыз, ол тамырына
күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол себептен алдымен топырақты ылғалдап аласыз. Ылғалдағанда қалай азғантай ғана бүйтіп айландырып су құйып аласыз. Әр горшокты прям астынан шыққанша суғармасаңыз да азғантай ғана суғарып аласыздар. Содан енді мысалы мына горшокқа қазір мен бұл жерде бізде 1 литр, примерно 1 литрлік горшок, мына екеуі, Kraton менен Драцена екеуі бірдей горшок. Бұларға мысалы примерно бір бокалмен өлшеп құямыз. Мінекей мысалы мынау бокал 200 граммдық бокал, кәдімгі өзіміз үнемі пайдаланатын. Осыны суды құйып аласыз. Тыңайтқышты мінекей толтырмадым, көрдіңіздер ғой. Егер де сізде 1 литрден көп 2 литрлік болса, кішкене соны тыңайтқышты көбейтсеңіз болады осы жерлерге дейін. Ал енді одан үлкен кәдімгідей бір 3-4 литрлік болса, онда осы бокалды толтырып құйсаңыз болады. Түсіндіңіздер ғой. 2 аптада 1 рет пайдаланамыз деген ол мысалы бұндай органикалық тыңайтқыштарды пайдаланған кезде гүлдерді топырағын жақсы кептіру керек. Мына мысалы осы су осы жерде тұрады, қазір құйдым ғой тыңайтқыш, топырақ ылғал болып тұр қазір. Енді осы кепкен сайын мынаға топырақ ылғал астына түседі. Сол топырақ кепкенше күтесіздер. Мынау примерно бір аптаның ішінде кебеді негізі. Бір аптаның ішінде кепкен кезде уже шөлдейді ғой гүл. Гүл шөлдеген кезде кәдімгі қарапайым су құя бересіз. 2 аптаның ішінде бір пайдаланасыз деген сөз, ол апта сайын гүл шөлдеген сайын осыны құя бересіз деген сөз емес та. Или болмаса 2 апта сайын осы тыңайтқышты құясыз деп айтсам, мен мысалы кейбір көрермендер маған айтады, сонда 2 аптаның ішінде гүл шөлдеп қалса, оған вообще су құймау керек па дейді. Жоқ, су құя беріңіз гүліңіз шөлдеген кезде да. Бірақ мысалы қазір мен құйдым, 1 аптадан кейін мынау кеуіп кетеді. Себебі горшок әлі кішкентай горшок. Горшок кішкентай, мен Драценаның тамыры толып тұр. Сол кезде сол үшін менің топырағым тезірек кебеді. Одан кейін менде топырақтың құрамында қарасаңыздар, міне көп пайдалы нәрселер бар. Сол себептен мынандай уголь бәрі бар, в общем, короче. Перлит, мынау ақтар не ол деп сұрайды менен топырағыңыздың арасында. Перлит ол да топырақты рыхлый қылып тұрады. Рыхлый деген кәдімгі борпылдақ қылып тұрады. Ал енді осы құйдым, 1 аптаның ішінде кеуіп қалды. Кеуіп қалды ма, мен уже кәдімгі қарапайым әшейін таза су құямын. Кәдімгі бөлме температурасында тұрған, хлоры ұшқан, сақталған сондай су құямын. Сөйтіп, ол өткен аптада тыңайтқышты, бұл аптада уже жаңағы кәдімгі қарапайым келесі шөлдегенде қарапайым су ішті. Енді қарапайым су ішкеннен кейін тағы келесі шөлдегенде уже осындай тыңайтқыш жасап беруге болады. Алдымен топырақты кішкене ылғалдап аласыз да, аз ғана осындай сумен ылғалдап алсаңыз болады. Сөйтесіз да, ол сіңеді, сіңгеннен кейін бір 2 сағат күтесіз. Мақұл, 1 сағат күтіңізші, 1 сағаттан кейін осы тыңайтқышты құйсаңыз болады. Ылғалдай салып артынша тыңайтқышты құймаңыздар. Топыраққа жақсылап сіңіп алсын сіздің құйған суыңыз. Сол кезде ғана тыңайтқыш бересіздер. Мінекей, мынаған да дәл сондай көлемде құямын. Одан кейін жан-жанына айландырып құйып шығыңыздар. Себебі бір жақтан құйсаңыз, сол жерге ғана мынау тыңайтқыштың несі сіңеді да, ар жақтағы тамырға жетпей қалады. Суды да дәл солай құйсаңыздар болады. Ал енді кішкентай горшоктарға келетін болсақ, дәл мынандай топырағы азғантай горшоктар тез кебеді. Даже жаздың күндері 1 аптаға жетпей кеуіп қалады деп айтсам да болады. Мынаның горшогы бұдан сәл үлкендеу. Көрдіңіз ғой? Әдейі мен бұл гүлдерді не үшін алып отырмын? Осы горшоктың көлеміне де байланысты. Гүлдің шөлдейтіні. Топырағы көп болса, ұзақтау тұрады. Топырағы аз болса, тез шөлдейді гүл. Сонда сіз не істейсіз? Осы апта тыңайтқыш құясыз. 3-4 күннен кейін ол шөлдейді, қарапайым су құясыз. Негізі гүлдейтін гүлдерге апта сайын берсеңіз болады тыңайтқышты. Не болмаса жаңағыдай 2 аптада бір берсеңіздер болады. Тағы да менің бір көрерменім жазыпты кеше, негізі круглый год дейді ғой, жаңа жыл бойына осындай тыңайтқыштар берсек бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Гүлдер қыстың күні демалады. Күн қысқарады, жарық азаяды. Содан кейін бұлардың да өсу процесі баяулайды. Сол кезде бұлар ол сіз берген тыңайтқышты ешқандай қорыталмайды. Сол үшін ешқандай тыңайтқыш берудің қажеті жоқ. Мақұл, қазан, қараша айларынан бастап уже тыңайтқышты азайтасыздар. Ол кезде уже суды да құюды азайтасыздар. Неге? Себебі ол кезде ылғал көбейеді, жауын, шашын болады. Ол ылғал үйдің ішінде де болады. Сол кезде біздің топырағымыз дұрыс кеппейді. Егер де сіздер тура жаздағыдай апта сайын суғара беретін болсаңыз, тамыры шірейді. Көп гүлдер ауа райы өзгерген кезде ауырады. Мысалы, қазір жаздың ыстығына енді бар шамалар келгенше шыдап тұр. Күзге қарай өзгереді ол ауа райы. Сол кезде ауыратын гүлдер де бар. Ал кейбір гүлдерді біз өзіміз ауыртамыз. Жаңағыдай топырағын кептірмей суғарып өзіміз ауыртамыз. Бірақ оны біз түсінбей жатамыз. Топырақты сол үшін саусақты былай тығып тексеру керек. Ешқандай қиындығы жоқ. Ол қорықпаңыз, сіз мен тамырын үзіп жібереді екем деп, одан гүлге еш нәрсе қылмайды.
прям орталық тамырын жұлып алайын деп жатқан жоқсыз сіз. Сол себептен осылай тексеріп құйсаңыздар, гүліңізге ешқандай зиян келмейді. Ал енді мынау осындай кішкентай ғана ыдыстағы гүлдерге қалай береміз тыңайтқышты. Алдымен азғантай ғана топырақты ылғалдап аласыздар. Топырақты ылғалдап алғаннан кейін бұларға кәдімгі осындай ас қасықпен 3-4 қасық құйсаңыз жетеді. 3-4 қасық құйсаңыз жетеді. Міне, көрдіңіз ба? Бұлар мынандай азғантай ақ топырақта бұлар жаңағыдай мынандай бокалмен жартығып құйдым ғой мен жаңа 1 литрге. Оны уже не қыламайды бұлар. Кәдімгідей топырақта жаңағы мына тәтті көбейеді. Одан кейін ол тыңайтқыштың біразы топырақтың астына ағады. Міне, осылай құясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, болды, осы жетеді бұған. Мынау горшок, мынандай горшоктарға да дәл солай істейсіздер. Ол папоротник деген өзі тез шөлдеп тұрады. Неге астынан да тамыр шығып кетті. Уже горшок сұрап тұр бұлда. Міне, бұған да дәл солай қасықтап құясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, тыңайтқыштың, органикалық тыңайтқыштың көп гүлдерге зияны жоқ. Ал енді жаңағы кәдімгі гүл сататын жерлерден сатып алып, гүлдерге химиялық кәдімгі сол магазиннен фирмалардың шығарған тыңайтқышын беретін болсаңыз, олардың өзінің жаңағы құрамына қарап бересіз. Егер де сіздің гүліңіз гүлдейтін гүл болса, оған калий көп керек, жаңағы магний көп керек, фосфор көп керек. Себебі оның бәрі осы гүлге жауап береді. Азот басында гүлдемей тұрған кезде азот керек әрине, себебі мынандай жасыл массаны көбейту керек. Мынандай неғұрлым жаңа сабақ шығарса, мынандай жаңа стрелка шығарса, соғұрлым ол гүл көбірек гүлдейді. Міне қараңыз, мысалы, мынау бір түбе, мына сабағы гүлдеп тұр. Мынау өзінің өзекті сабағы гүлдеп тұр, және мына жақтағы тағы да екінші сабағы, жас сабағы гүлдеп тұр. Көрдіңіз ба? Бізге жасыл масса керек гүлдейтін гүлге. Ал мынау жаңа стрелка шығармаған, мынандай жаңа сабақ, жас сабақ шығармаған. Өзі ғана гүлдеп тұр бұл. Көрдіңіз ба? Осыдан білсе болады. Гүліңіз 1-ақ штук, 2-ақ штук гүлдейтін болса, сізде масса аз. Жасыл масса аз. Мынау да дәл солай. Мына жерде бір стрелкасы бар, ол гүлдеп тұр. Мына жерде екінші стрелкасы бар, ол гүлдеп тұр. Мынау өзінің өзекті несі гүлдеп тұр. Міне, бутон ашып келе жатыр. Бутон деген міне осы. Менің көрерменім қайта-қайта жазады біреу. Бутон деген не? Бутон деген. Бутон деген міне осы бүршік. Осыдан мынандай гүл ашады. Міне. Осындай гүл ашады. Көрдіңіз ба? Ал енді осындай горшоктардың барлығын жаңағыдай 5 қасық, 6 қасық, не болмаса мынандай бокалдың түбіне ғана кішкене құйып, соны хотя 100 грамм дей берейікші мақұл. 100 грамм өлшеп қойсаңыздар болады. Міне. Көрдіңіздер ғой? Дәл осылай құйып шығасыз, болды. Міне. Әр горшоктың өзінің көлеміне қарап құю деген осы. Егер де горшогыңыз 2 литр, 3 литр болса, мына бокалды толтырасыз. 2 литрден асса, 3 литр болса, бокалды толтырып тыңайтқыш құясыз. Мейлі ол дрожь болсын, мейлі ол жаңа қызылшаның суы болсын, мейлі ол картошканың қайнаған суы болсын, жұмыртқаның қайнаған суы болсын, барлығын сол горшоктың көлеміне қарап құясыз. Менің бүгінгі видеом түсінікті болды ма? Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда сұрасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мінекей, менің өзімнің гүлдерім. Кішкентай ғана атроскадан өсірген.